Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге керемет тіске басар тауық етінен жасалған наггетсының рецептімен бөлісемін, және де ішіндегі етінің әдемі сочный, құп-құрғақ болмай қалай жақсылап пісіруге болады, соның барлық қыр-сырымен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін тамашалаңыз, және де каналға тіркеліп қойыңыз. Каналымда 160-тан астам видео рецепттері бар. Ал ендеше бірге бастайық. Ең алдымен бізге тауықтың төс еті керек, осындай жуып тазалап аламыз. Одан кейін барып, оны өзіңізге ыңғайлы формада наггетсының формасын келтіріп турап аламыз. Осылай жіңішке ұзыншалап турасаңыз болады, немесе ұсақ қылып турасаңыз болады. Дастарханыңызға қалай қойған ыңғайлы, сол формада келтіріп барлығы етті жақсылап турап дайындап аламыз. Одан кейін турап дайын болған еттің үстіне шамалы тұз сеуіп, 1 шай қасықтай тұзды сеуіп, барлығын жақсылап араластырып қойып қоямыз. Етке кішкене тұзы сіңіп тұру керек. Осылай жақсылап араластырғаннан кейін дәл осылай шамалы шетке ысырып қоямыз. Оған дейін бізге ұн керек, және де жұмыртқа, сосын панировочный сухари керек. Мен өзіме ұнайтын панировочный сухари көрсетейін. Міне түрі осындай фирманыкін қолданамын. Бұл арнайы, осындай суши, наггетс жасауға арналған, дәмі де керемет. Осындай ұсақ, қандай бір порошок секілді қатты панировочный сухари емес, осындай хлопьямен жасалған, өте әдемі көрінеді, сарғыш түсі, және де дәмді. Енді паприканы, мен кішкене паприка қосам, копченая паприка дәмі, иісі үшін. Ол міндетті емес, қоспасаңыз да болады. Ұнмен араластырып аламын, және жұмыртқаны да жақсылап араластырып біркелкі масса жасаймыз. Енді осы жерде жақсылап тыңдаңыз. Еттің барлық соғы өзінде жақсы сақталу үшін осы бірінші этапты жақсылап жасаймыз. Яғни еттің сыртына ұнды жай ғана аунатпаймыз. Ұнды кәдімгідей қысып, етті толық ұнмен қаптап шығамыз. Сол кезде әрбір осындай складка дейді ғой, әрбір ашылып тұратын жерлеріне дейін жақсылап ұнмен қаптап шығамыз. Сол кезде сіздің тауығыңызды пісіргенде ол бірден етпен май контактқа түспейді, ортада ұн бір қабат болып сақтап, ішіндегі еттің суын ішінде өзінде сақтайды. Содан кейін барлығын ұнға жақсылап аунатқаннан кейін жұмыртқаға аунатамыз, және де ең соңында осылай панировочный сухариге аунатамыз. Оны да жақсылап осындай жай ғана битіп қолмен аунатып қоймаймыз, өстіп қолмен басып үстінен жақсылап қалың слой жасаймыз сыртында. Сол кезде сіздің ет майға қуырғанда бірден май етке тиіп құрғатып бүкіл ішіндегі сорпасы ағып кетпейді. Дәл осылай барлық тауықты жұмыртқаға аунатып, содан кейін өстіп панировочный сухаримен сыртын қаптап дайындап аламыз. Содан кейін барып, барлық етті өстіп дайындап, өзімізге ыңғайлы етіп алғаннан кейін ыдысымызды отқа қоямыз, және де қатты қызып тұрған отта емес, шамамен орташа отта пісіреміз. Мысалы, менің пешімнің уровень 9-ға дейін болса, мен соның 7-ші уровеньмен немесе 6-шы мен пісіремін. Шамамен солай отыңызды реттейсіз. Қатты ыстықта пісірсеңіз, сыртық тез қызарып кетеді. Сондықтан орташа отта болса, осылай әдемі, сарғыш болып, алтын түстес болып піседі. Дәл осылай аунатып, екі жағынан пісіріп аламыз, және де арнайы решетка немесе салфетка төсеп дайындап қоямыз. Майдан шығарғаннан кейін, сол салфетканың үстіне немесе решетканың үстінде шамалы майын сорғықтырамыз. Міне, дәл осылай барлық сіздің дайындап қойған тауық наггетсыларыңызды майға қуырып аламыз. Осымен біздің наггетс дайын. Дастарханға қойғанда да өте әдемі, қасына тауық етін, самса солармен қоюға болады. Дәл осылай қараңыздар, ішінде өзінің суы, сорпасы сақталған, өте сочный әрі дәмді. Жасап көріңіздер.